Айзыр шайыңыз табақтан кешкесін. Табақтарыңды барасыңдар ма қазір? Қалмай барыңдар. Жылдам ішіңдер. Аяр тамағыңыз. Ё-моё, кешіктім. О, тұрдың ба қызым? Сені оятуға бара жатсам енді? Мені ертерек оятпайсыздар ма? Мен сабағыма кешігіп бара жатырмын ғой. Кешіккен несі? Ерте емес пе? Қайдағы ерте? Сағат деген 8 болды ғой. 8? Не болды сендерге? Не күлесіңдер? Сен бірінші сағатын жөндеп алшы, анекдотты кейін айта бересің. Қуасың ба, сен 8 болса өйстіп отырамыз ба біз? Құрсын, шошып кеттім ғой. Бәсе, қайдағы 8 деп қоям? Шайын іше қой. Ал. Шайларың ішіп болсаңдар, мен бір бата берейін. Әумин. Ой, бір нормальный бата берема десем. Өмір. Деген не ол? Өй, не болды? Бас ниет қой. Жасың болса, тайқазанның жасындай болды. Құдай-ай. Бір нормальный бата жаттап алсаң ғой. Бір жерге қонаққа барсаң, өстіп отырасың ба? Чүпче деп. Шынымен де аға, бата жаттап аласың. Қойыңдаршы. Кеттім жұмысқа. Ей, өтіп кетті. Жұмысыңды әйтеуір бата жаттап жүр. Көндік қой, көндік. Бата жаттап аларыңыз бар ау дейді ғой. Ауаға, бірдеме деп жатсыз ба? Ай, жоқ, әшейін. Жұмыста бата жаттап алайын деген ма? Жақсы, онда жолыңыз болсын. Балалар, ертерек жиналыңдар. Баратын жерлеріңе үлгермей қаласыңдар ато. Жарайды әпке, уайымдамаңыз. Сіз білесіз ғой мені, мен пысықпын ғой. Сәлеметсіңдер ме? Сәлеметсіздер. Қалай, кешеге берген әнге дайындалып келдіңдер ма? Ендеше қазір барлықтарың жеке-жеке келіп, маған сол әнді айтып бересіңдер. Жарай ма? Қане, кім дайын? Апай, мен айтсам бола ма? Келе олар. Жанар, неге дайындалмай келгенсің, а? Апай, кешіріңізші, кеше уақытым болмады. Түсінікті отыр. Келесі. Өте бақыттымыз сен және мен. Міне, көріңдер ма балалар, осылай дайындалу керек. Жарайсың, Жұлдызай. Тура осы әніне дайындалып жүр, сен қалалық конкурсқа барасың. Шын ба, апай? Иә, шын. Рахмет, апай. Бұл түсім ба, әлде үнім ба? Сене алмай тұрмын. Наконец-то мен қалалық жарысқа баратын болдым. Ура! Тіпті қалай қуанарымды да білмей тұрмын. Арманым орындалуға сәл қалды. Тек гран-при алсам ғой енді. Сәлем, менің атым Айолым. Менің әкем алысқа сапарға кетіп қалғандықтан, біз әзірше қанат ағамыздың үйінде бауырларымызбен тұрып жатырмыз. Мен өскенде
мықты волейболистка болғым келеді. Ал менің командам волейболдан ең мықты команда болғанын қалаймын. Байқамай қалдым. Жарайды, ештеңе етпейді, тек келесіде байлап ойнаңдаршы. Қыздар сапқа тұрамыз. Қыздар жаттығу жасап болдыңдар ма? Иә. Олай болса, қыздар, сендерге айтар бір жақсы жаңалығым бар. Алда үлкен жарыс бар. Соған мықты команда алып баруым керек. Ал сол мықты команданы бүгін анықтаймыз. Жарыс? Иә, жарыс. О, күшті. Біз дайынбыз. Қысқасы екі командаға бөлініп ойнаймыз. Кім бірінші 25 очко жинайды, сол командан жарысқа алып барамын. Түсінікті ма? Иә. Давайте. Қыздар, не болды сендерге бүгін? Біз бүгін жақсы ойнауымыз керек. Біз қалайда болсын жарысқа баруымыз керек. Сен дұрыстап ойна. Айолым, құттықтаймын. Сен командаң облыстық жарысқа баратын болды. Жарысқа дайындалыңдар. Рахмет, ағай. Сәлем, менің есімім Дамир. Мен өскенде Месси және Роналду секілді ұлы футболист болғым келеді. Жарайсың, Дамир, сен жақсы ойнап жатсың. Осы дәрежеден түсіп қалма. Жарайды, ағай. Сосын сен талантыңды байқап жүрмін. Сен бүгіннен бастап команданың капитаны бол. Рас па не, ағай? Бүгіннен бастап бірінші составта ойнайсың. Күнде жарыс, күнде дайындық болады. Егер де жақсы ойнап жатсаң, сені шахтердің молодежкасына жібереміз. Ура! Құдай қаласа, ағай, Құдай қаласа, мен өскенде міндетті түрде шахтерға түсемін. Әрине, арманың орындалсын. Давайте қазір дайындаламыз. Кеттік. Сәлем, менің есімім Райым. Мен өскенде мықты бизнесмен болғым келеді. Сенде новый артық дәптер бар ма? Бар. Бере тұршы, мен өзімдікі үйде ұмытып кетіп едім. 300 теңге. 300? Қызғанбаш, өтініш. Ой, алсаң ал, алмасаң буфетке бар, егер үлгерсең. Сол үлгермейін деп тұрмын ғой. Жақсы, көндірдің. База жоқ, мықты екенсің. Жақсы, онда мен кеттім. Осы әдептер ручка сатып отырсам, біраз ақша жинайды екенмін ғой. Қандай керемет. Балалар, кім сабақ айтады? Мен апай, мен айтайыншы. Жансая, онсыз да сенде баға көп қой. Басқа балалар айтсын да? Жоқ апай, маған баға аздық етеді. Айтпақшы, мен сені олимпиадаға жазып қойдым. Келесі апта ауызша түрде болады. Шын ба апай? Иә, дайындалып жүр. Болды апай, уайымдамаңызшы, мен әрқашанда дайынмын ғой. Жарайсың.
күнделігін бер. Бүгін сабақ айтпасаң да, мен саған 5 қоямын. О, рахмет апай. Сәлем достар, қалайсыздар? Мен сүйікті сүйкімді подписчиктерім. Мен бүгінгі көңіл күйім өте керемет. Себебі біз 10 000 подписчикке жеттік. Сіздерге көп рахмет. Мен сіздерді қатты жақсы көремін. Маған тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетіңіздер. Сәлем, менің есімім Айару. Блогершамын. Кейде осы арқылы аз болса да ақша табамын. Маған көп лайктар, көп подписчиктер ұнайды. Және менің келесі мақсатым 100 000 подписчикке жету. Бүгін мен көңіл күйімді ештеңе түсіре алмайды. Я, ештеңе. Ой, қызым, көңілдісің ғой. Не болды? Мам, қараңызшы, мен 10 000 подписчикке жеттім. Рас па? Молодец, қызым. Сен үшін қуаныштымын. Рахмет, мам. Бірақ подписчик деген не? Ой, қойыңызшы, мам. Сәлем, менің есімім Мақсат. Мен өз үйімнің үлкенімін және футболға қатты қызығамын. Мен өскенде осы футболистер секілді болғым келіп еді. Бірақ кішкентай кезімнен үлкен травма алып, футболға қатыспай қалдым. Ал бірақ футболға қызығушылығым әлі кеткен жоқ. Давай! Мақсат, қарасай, 2000 теңге салып 5000 теңге шығарып алдым ғой, ештеңе істемей. Қош, қалай? Кеше осы командаға 2000 теңге тікемін ғой. Міне, бүгін 5000 теңге шығарып алдым. Кеттік, қыдырып қайтайық. Ақшасын өзім төлеймін. О, керемет. Неге маған алдынан айтпайсың, а? Кешірші досым енді. Келесі жолы айтам. Болды, жарайды. Бірақ қалай тігемін ақшаңды? Уайымдамасай, өзім үйретем. Ақшаны көп тіксең, сонша көп ұтасың. Көп ақша дейсің бе? Иә, как раз келесі апта Реал мен Сити ойнайды. Реалға тіксең, өкінбейсің. О, тамаша. Бірақ бір проблема. Ақша көп тапсай. Бірақ қайдан табамын ақшаны? Үйінде темір тесіктер жоқ па? Жоқ. Ешкімге керек емес заттарың жоқ па? Білмеймін, бар шығар. О, тамаша. Солардың сат та ертең ақшасын әкеліп берсең маған. Болды, жарайды. Жүр, қыдырып қайтайық. Кеттік. Балалар, мен келдім. О, әкеміз келді. Балалар, сендерге жақсы жаңалығым бар. Ол қандай жаңалық? Қазір бәрі телефондарын тастасын, сосын айтамын. Айару, телефон тастасайшы. Әкеміздің сөзі маңызды емес па саған? Ой, кешіріңіздер, мен подписчиктермен сөйлесіп жатыр едім. Сенде бір подписчиктерің бітпейді екен. Я, әке, не жаңалық ол? Жұмыста бастығым мені өзінің орынбасары ететін болды. Айлығым тек есе көтеретін болды. Рас па? Мә, күшті. Уф, Құдайға шүкір. Көрдің ба? Постоянно дұғамдасын. Постоянно сені қолдап жүрем. Осы дұғаның арқасында осындай жетістікке жетіп отырсың. Қумаши, өзімде еңбегінің арқасы шығар. Негізі өзінің еңбегінің арқасы қойсың бәрі. Жоқ, мен тілектерімнің арқасы. Ақыры тілеп отыр екенсің. Онда неге бірде бастық болсын деп неге тілемейсің, а? Енді осылай жаймен көтерілесің ғой. Дұрыс бірақ негізі. Сәлем достар. Бүгін біздің әкеміздің жұмысында лауазымы көтерілді. Лайк басып, қолдау көрсетіп жіберіңіздер. Қой. Өшір ана видеоңды, ят болады. Иә, соның бәрі менің арқам. Жағаласпай тұра тұрсың. Айтпақшы, әке, менде де жақсы жаңалық бар. Қандай жаңалық? Мен футболда мықты нәтижелер көрсетіп жүрмін. Даже мен күн сайын мықты ойнап бара жатырмын. Бүгін мен тренерім байқап, капитан команда қылды. Жақында мені жарысқа апаратын болды. О, жарайсың балам. Мен сенімен мақтанамын құлыным. Рахмет, әке. Менде бүгін күшті жаңалық бар. О, балаларымызда жаңалық жиналып қапты ғой. Мен 10 000 подписчикке жеттім. Қойшы, рас па? Иә. Сусан, біз волейболдан жарысқа баратын болдық. Бүгін біз мықты ойнадық. Жаман жолымыз болып кеткеніне қатты қуаныштымын. Сен үшін қуаныштымын, қызым. Ал мен пән бойынша олимпиадаға қатысатын болдым. Және бүгін барлық сабақтан 5 алдым. Жарайсың, қызым. Сәттілік серігің болсын. Әке, мен жинап жүрген ақшалар бар емес пе? Иә. Сол ақшалар жинап, 20 теңге болыпты. Сізге берейін ба? Не қыласың? Оған беріп, одан да маған берсей? Қойсай.
Не қыламыз баланың ақшасын? Өзің жұмсақ қажетіңе, бірдеңе аларсың. Жарайды, әке. Мәке, барлық жаңалық айтып отыр. Сізде жаңалық жоқ па? Жоқ, әке. Бұл күн жақсы өтті. Айтпақшы, бүгін жұмыста жүрсем, біреу есік қағады. Барып қарасам, қоян. Дәптер ішінде, ручкада ішінде. Түсінде де саулы жасап отыр. Молодец. Кетші тағамайтын жақма соғы. Күй. Домбыра. Мақсат, қайда кеттің таң атпай? Сендер не, сабаққа бармағансыздар ма не? Бүгін демалыс қой. Есіңнен шығып кетті ма? Әлде сен қартайып қалғансың ба? Жоқ. Негізі? Не негізі? Сендерге шынымды айтайын. Ешкімге айтпайсыңдар ма? Мен ойнап тұрған жоқпын. Сонымен айтпайсыңдар ғой, Айтпаймыз. Или айтамыз ба? Не дегеніне, мама мен папа біліп қойса өлтіреді ғой сені? Жоқ, айтпаңдаршы, өтініш. Мына домбыраны сатсам, сендерге 1000 теңгеден беремін. Точно ма? Точно. Бірақ саған не үшін ақша керек? Жай, досымның анасы қатты ауырып, соның дәрі-дәрмегіне ақша керек еді. Түсіндерші. Жақсы. Мен үлкен басымен саған таң қалып отырмын. Жастар молодец. Рахмет. Бірақ мен домбыраны қалай сатарымды білмей жатырмын. Ой, саудасыз болып па? Болды, сатылды деп есептер. Жиырман болды. Осы сен райын болмаса не істер едің? Именно ештеңе істей алмайсың ғой сен. Көп құтыра берміш. Жарайды, ойнап тұрмыз ғой. Сосын домбыраны мен саттым ғой. Ақшаны көбірек берші. Көп сөйлей берміш. Онда папаға айтам. Жарайды. Мен мынау саған. Айтпақшы, бұл туралы ешкімге айтпа. Особенно мама мен папаға. Жарайды, әдемі болды ғой. Ауадың 2000 теңге алғансың ғой. Все, давай, мен саған сендім. Болды. Сәлем супер көрермен. Енді біз Қазақстанның әр қаласында кино түсірудеміз. Және сол киноға сен де түсе аласың. Киноға түсу үшін ата-анаңыз мына WhatsApp-қа хабарласын. Біздің кинода кездескенше. Жиектен алтын күн, Жиектен алтын күн, мені ерте... Жұлдызай, сәлеметсің бе? Сәлеметсің бе? Ерте келіп алыпсың ғой бүгін. Қалай алдыңғанға дайынсың ба? Дайынсың ба деймін? Дайынмын. Ал қане айтып берші маған. Алдыңғыдан да жақсы айтсаң, барасың, жаман айтсаң, сені жібермей қоям.
Қане? Жиектен алтын күн мені ертсе... Саған не болған? Не айтып тұрсың маған қазір мына жерде? Кешіріңізші апай, кеше кола іштім. Тамағыңды сақта дедім ғой, мен сені конкурсқа қатыстырып жатырмын. Не сұмдық мына қысқасы? Болмайтына бармайсың. Қалай апай? Не естің сол? Жақсы. Жансая, Ау, келе ғой. Мында тұрған билеттердің біреуін алып, сұрақтарға жауап бере ғой. жарайды. Ал, қандай сұрақ? Қазақ тілінде неше септік бар, және оларды ата. Неше септік бар? Так. Қандай ет? Кеше ғана жаттаған едім ғой. Туф, не кеткен, қараш. 7 септік бар. Иә, енді ғана есіме түсті. Түрлері қандай? Атап шығайын ба? Қас. Так, қандай ет? Түсінікті. Шыға ғой. Шық дедім. Сен емтиханнан өткен жоқсың. Жарайды. Саған сенген едім. Не болған саған? Жоқ, мүмкін емес. Қалай бұл? Артық ештеңе істеген жоқ едім ғой. Туф, 10 000 подписчиктерді мен қайтып жинаймын. Құттап тастады ғой Инстаграмды. Не болды? Біреу қайтыс болды ма? Мам, мен аккаунтым банға түсіп кетті. Не дейді? Бананға түсіп кетті? Ой, қайдағы банан? Қойшы жүр шайыңды іш. Ішпеймін. Тасыңды іш онда. Инстаграм деп тіпті қоймайды ғой. Сен балан ақшаң бар ма өзі? Мен уақытымды алып не үшін тұрсың сен? Жоқ, негіз бар еді ақшам. Қайда кетіп қалды мына кошелек? Бар, болды. Бар, мен уақытымды алып кетші бар. Жарайды. Қайда кетіп қалды мына ақшам? Енді не істеймін? Ай, қолым. Кешір. Мен қазір бентқа тез барып келем, осы жерде күте тұршы, я? Жарайды. Ай, қолым. Не болды аяулым? Бәрі дұрыс па? Жай, қолымды ауыртып алған едім. Ойнай аласың ба енді? Жоқ, ойнай алмайтын сияқтымын мен. Ендеше сен командаңды жарысқа алып бармаймын. Неге ағай? Себеп сен команданың главный игрогысың. Сондықтан мен басқа команданы алып барамын, ренжіме. Жарайды, қолыңа қара. Не болып кетті өзі? Жақсы, ашылсай. Бер. Ар жаққа бер, көріп тұрса берсей. Не болды? Абайлап ойнамайсыңдар ма? Ағай, Абылай ғой енді. Абылай, бүгіннен бастап жарысқа қатыспайсың. Сен де Дамир. Ағай, неге мен? Енді көріп тұрсың ғой. Травма алып қалғансың. Ойна да алмайсың. Оның үстіне уақытша капитан команда болмайсың. Солай. Жігіттер, дайындалыңдар. Жүр сен ана көрсін. Уайымдамаш досым, қазір атады, әлі уақыт бар ғой. Қалай өтіп, 3-0 болып жатыр ғой, бекерттіктің негізі. Сәл шыдап до конца көрейік. Мүмкін ұтады, мүмкін ұтпайды. Оңбаған, осының бәрі сен кесір. Мен саған сен барлық ақшамды тігіп жібердім ғой. Қуасың ба? Менің не кином бар?
Кетші бар, мен ставка қоятын адамдармен араласпаймын. Кетші бар, мен саған көмектесейін десем дос ретінде. Балам, саған не болған? Көңіл күйің жоқ қой. Жоқ аға, жай өзім. Мүмкін айтарсың. Қайғыны бөлсе азаят дейді. Мені тыңдап көрейін. Сол соңғы кездері мүлде жолым болмай кетті. Оның үстіне үйіміздің берекесі қашып кетті. Әке-шешем күніге ұрса береді. Болмайтынға да, болатынға да. Еліне қарындастарым бір түрлі болып жүр. Ех, балам, өмір деген ақ қара сызықтардан тұрады. Бұл күндерде өтеді де кетеді. Мүмкін. Бірақ бұның бәрі неден басталды? Білмеймін. Домбыраны сатпай тұрып, бәрі жақсы еді. Ал қазір бәрі керісінше. Домбыра? О не домбыра? Білмеймін. Әкем айтуынша, ол ата-бабамыздан қалған жалғыз аманат. Бірақ түріне қарасан ескі. Оның үстіне біздің үйде домбыра ешкім тартпайды. Сол үшін сатып жібергем. Неге? Мұраны сатуға бола ма екен? Ол деген баға жетпес байлық емес пе, балам? Біле білсең, ол аманат. Аманатқа қиянат жасама деген халқымыз. Рахмет аға, мен бәрін түсіндім. Енді бұндай қателік жасамаймын. Сау болыңыз. Бізді не үшін жинадың? Байқадыңдар ма? Соңғы кездері бәріміздің жолдарымыз болмай кетті. Бұрындары бәрі жақсы еді. Ал қазір бәріміздің жолдарымыз артқа қарай кетті. Иә, бірақ сен оны қайдан білдің? Ой, мен психологпын ғой. Адам түріне қарап біле берем ғой. Ой, иә, мықтысың ғой сен. Бұның себебі не деп ойлайсыңдар? Білмеймін, мен жарысқа дайындалу керекпін. Онсыз да шаршап отырмын. Мен де білмеймін. Вот, мен білемін. Ол домбырадан. Домбыра? Қалай? Ол домбыра ата-бабаларымыздан қалған аманат. Ал біз ол аманатқа қиянат жасадық. Біздің жасағанымыз мүлде дұрыс емес. Кие сырды домбыраны. Иә. Оның ақыры жаман болуы мүмкін. Сол үшін бізге срочно домбыраны сатып алу керек. Әке-шешеміз білмей тұрғанда. Болды онда, сатып алсақ сатып аламыз. Мен домбыра сатқан адамды таба берейін, а сендер ақшаны таба беріңдер. Бізде ақша жоқ. Райым, сенде ақша болып еді, соны бере тұрсаш. Мен ақшаны жоғалтып алған жоқпын ба? Қалай? Ақшаға ие болмайсыңдар ма сендер, Сонда мен айтуым керек па? Я вообще устала за вами следить. Пацаны, вы вообще понимаете меня, Қалай болды? Ой, уайымдамаш, бәрі жақсы болады. Сіздерге не болды? Не болды? Жұмыста бастықтың орынбасары қылам деп еді. Сөзінен айнып қалды ма білмеймін. Анау айқында бастықтың көзіне көп түсіп жүрсе, соны орынбасар қылдырып қоймаса жақсы болар еді. Неге бұлай болып кетті соңғы кездер? Неге білмейсің? Осы сенің дұғаңнан емес пе соның бәрі? Ұмытып кетіппін ғой. Неге ұмытасың сен осы? Сен кесірінен жұмыстан шығарып жүрді ғой мен. Маған неге жауап атсың? Ой, осы жұмыста көтерілсем сенің арқаңда, ал жұмыстан шығарып жүрсе өзінің кесіріне? Енді менің кесірім ба? Өмір мені кінәлайсың әйтеуір. Сен де. Қайда кеттіңдер, Жай ешқайда, өздеріңіз сөйлесе беріңіздер. Біз араласпаймыз. Семейный проблема ғой. Давай, тез болыңдар. Жүр. Жұлдызай, сен қайда бара жатырсың? Мен жарысқа дайындалу керекпін. Апамен бірге дайындалам. Жарайды онда. Сәлем достар, бүгін Жұлдызай өзінің жарысына бара жатыр. Оған сәттілік тілеп қойыңыздар. Жарайды онда, жақсы барып кел. Басқаларға айт. Жақсы. Бас жүлдені алып кел.
домбыра сатып алған адам. Ай балалар, мына жерде не істеушісіңдер? Жай домбыраны іздеп келдік. Ол домбыраны жолдасым сатып жүрген менің. Қалай? Иә, осы көшенің басында тұратын бір адам келіп сатып алып кеткен алдында. Осы көшенің басында тұра ма? Иә, анау жақта көк есігі бар үйде тұрады. Жарайды, рахмет. Жүріңдер. Кет, жақсы, сау болыңдар балалар. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Сізге домбыра сатқан екен ғой, иә? Иә? Сол домбыраның бірінші егесі біз едік. Сізден қайттан сатып алайын деп едік сол домбыраны. Иә, әлгі домбыра ма? Иә, 20 мың беріп, ал кете беріңдер. 20 мың теңге ма? Жарайды. Сендер мен түсінбедіңдер ау. 20 мың теңге емес, 20 мың доллар. 20 мың доллар? Иә. Қалай? Ол домбыра арзан тұрады ғой? Оның үстіне бізде ондай ақша жоқ. Мен ішіне білмеймін. Домбыраны иесі мен, бағаны қоятын мен. Маған 20 мың доллар бересіздер, бермесеңдер өзің білесіңдер. Бірақ бізде ондай ақша жоқ қой. Өтініш ағай, ол домбыра бізге қатты керек. Беріңізші, пожалуйста. Енесіңіз? Білмеймін. 20 мың долларды қайдан табамыз енді? Таппасақ, тағы болмайды ғой. Анау байды бір түрлі кісі екен. Айтпаш, 20 мың доллар сұрайды ғой бізден, ұя алмай. Мен білем не істеу керек екен. Не істейміз сонда? Домбыраны сатып алмадық. Енді тартып аламыз. Ұрлыққа түсеміз. Қой, апасыны қой ол. Уайымдама. Менде план бар. Короче, План былай. Мен үйдің ішіне кіремін да, жай домбыраны алып шығамын. Короче, мен үйге кіріп, домбыраны алып шығамын. Болды, бәрі оп-оңай. мақұл, бірақ қалай кіресің? Бірақ оны ойламаппын. Егер де біздің орнымызда Жұлдызай болғанда, ол былай істейтін еді. Жоқ, болмайды. Онда былай істейік. Мен каким-то образом үйге кіріп, Бірақ мына жақта үлкен қабаған ит бар еді ғой? білмеймін сол. Ал, мен білем. Короче, былай істейік. Сендер мені бірден қылып кіргізіп жібересіңдер. Сосын итті алдандыра тұрасыңдар. Ал мен үйге технично кіріп, домбыраны алып шығамын. Сонымен қашамыз. Бірақ сен ұстап осайшы. Оны ойластырмадым енді. А вот мен ойластырдым. Қысқасы былай. Мен үйге кіремін де домбыраны аламын. Бір кезде... なぜ私のものトラはです。のもので終わりません。あなたのものではありません。Вот именно сенің күшін жетпейді ау. Я, бірақ. Ой, не айтып кеттіңдер, а? Болмайды мынан ешқайсысы. Давайте лучше бүйтейік. Цыган болайық. Цыган?
Иә, кәдімгідей цыган. Ән айтып би билейміз. Үйге шыққан соң алдап болашағын болжап береміз да, домбыраны алып қашып кетеміз. Қалай? Жоқ, болмайды. Өздерің емес па? Бір план бар деп алып келген. Бір дұрыс пландарың жоқ. Не істейміз? Ой, сендер әлгі домбыраны елес емессіңдер ма? Иә. Мұнда не істеп жүрсіңдер? Жай домбыраны іздеп келдік қой, тәте. Сендерге терезеден қарап тұрғам ғой. Сосын, ана домбыраларымды өздеріме алып кетіңдерші. Тегін ақып берейін. Рас па? Ой, иә. Сол домбыра үйге келгелі бері үйімнің берекесі қашып кетті. Әкемде жұмыстан проблемалар шығып жатыр. Одан да сол домбыраны сендерге берейін. Бәле жала сендермен кетсін. Әумин. Көп рахмет сізге, тәте. Қазір күте тұрыңдар. Мен үйден алып шығып берейін. Ақыры жетті осыған. Айтпақшы, осыны енді ешқашан сатпай қойықшы. Мүлдем. Бұл деген ата-бабаларымыздан қалған аманат емес пе? Біз аманатқа қиянат жасамауымыз керек. Я, бұл да бір сабақ болды. Мүмкін енді өміріміз өзгеретін шығар. Білмеймін, тек бір Құдай біледі. Әй, балалар, сабақтарың қалай болып жатыр? Күшті, жақсы. Бәрі рет келіп жатыр ма? Иә, жақсы. Балалар, менде керемет жаңалық бар. Әкелерің қайттан орынбасар болды. Әй, тұра тұрыңдар, Жылдызай звондап жатыр. Жылдызай? Сәлем, Бәрі жақсы. Короче, менде өте жақсы жаңалық бар. Мен бас жүлде алдым. Прикиньте. Ладно, давайте, мен сізді сағындым. Менің қызым алтын екен, қараңдар. Сәлем супер көрермен. Енді біз Қазақстанның әр қаласында кино түсірудеміз. Және сол киноға сен де түсе аласың. Киноға түсу үшін ата-анаңыз мына WhatsApp-қа хабарласын. Біздің кинода кездескенше.